Армысыздар, кез келген үйде ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтірер жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан зор екенін біреу білсе, біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып та келеді. Гүлінен эфир майы алынады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер бетіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Қалампырдың емдік қасиеті жоғары. Халықтық емде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Тұнба үшін бір қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң оң нәтиже береді. Төмен қысымды жоғарылатуға қызмет етеді. 2 данасын шайнау 1 кесе кофе ішкенмен тең. Қан қысымының төмендеуінен болатын шаршағыштықты, бас айналуды және бас ауруын басады. Бұл 2 тал қалампыр энергияны қалпына келтіреді және дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Күн сайын 2 дана шайнап жүрсеңіз, созылмалы ангинадан құтыласыз. Ангина кезіне бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынандай дәрі жасауға болады. Әйнек ыдысқа жарты қасық қалампыр ұнтағын жарты қасық кокос майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткасымен ауырған тіске салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм қалампырды араластырасыз. Оны орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Тамақтанудан 30 минут бұрын бірнеше бөлік шайнасаңыз, ішектің ақ құрттарын 2 күн ішінде өлтіреді. Қалампырдың әрбір шоқтарының құрамында эвгенол, кариофилмен және иланген сияқты хош иістері бар 20% эфир майы бар. Сондықтан оның ақ құрттардан басқа ағзадағы инфекциялық бактерияларды, стафилококк, туберкулез сияқты бактерияларды өлтіру қабілеті де бар. Бұл хош иісті дәмдеуіштің құрамында Б дәрумені ұйқысыздықты жойып тыныштандыратын әсері бар. Шайдың хош иісін, дәмін және жылу сапасын арттыру үшін оның 1-2 талын үнемі 1 шәйнек сүтті шайға қосып ішіңіз. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Буын ауруларында қалампыр майымен емделген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жату керек. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттері арқылы салқын тию мен тұмау кезінде тез сауығуыңызға көмектеседі. Егер сіз оны отбасымен қолданғыңыз келсе, түнде ұйықтар алдында молырақ 1 кесе сүтке сары май, ас содасы, 1 асық қасық арпа талқанымен араластырып, 1 тал қалампыр қосып дәмін шығарып ішіңіз. Таңертең оянғанда керемет демаласыз. Қалампырды қай жағдайда қолдануға болмайды? Егер өсімдікке аллергияңыз болса, қолданбаңыз. Сүт тістері түспеген немесе тісі енді шығып жатқан кезде қолдануға болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға қолдануға болмайды. Ауырмаңыздар. Келесі видеода көріскенше.